Алматыда соңғы тәулікте 1700-ге жуық адам ұсталды. Қалалық комендатураның хабарлауынша, террористерді тазарту операциясы Алатау мен Медеу аудандарында жүргізілген. Қолға түскендерден 36 атыс қаруы мен 1476 оқ-дәрі тәркіленді. Ұсталғандардың барлығы лаңкестік, тонау және өзге де қылмыстарға қатысы болуы мүмкін деген күдікке ілінген. Сондай-ақ Алматының шетіндегі блок бекеттерде күдік туғызған 38 адам қамауға алынды. Тәртіпсіздіктерден кейін қаладағы тіршілік жандана бастаса да, тоналған бизнес нысандар сол қалпында тұр. Сынған әйнектер мен шашылған техника әлі жиналмапты. Лаңкестер мылтық іздеп қару-жарақ сататын дүкендерге шабуыл жасаған. Все, что было, абсолютно все выносили. Қарасам, бұзақлар тонап жатыр. Мылтықтардан бастап бәкілерге дейін барлығын алып кетті. Бұдан бөлек осы жақтан атыс пен жарылысты естідім. Барлығы жас балалар. Олар менің түсіріп жатқанымды көріп, соққының астына алды. Қолымен ұрып, аяқпен тепкіледі. Қашып шығып әзер құтылдым. Бұған енді кім жауап береді? Әкімшілік ғимараттарды ақпанның 20-сына дейін ретке келтіруі тиіс. Ал осылай тас-талқаны шыққан бизнес нысандарға кезектің қашан жететіні белгісіз. Сондықтан кәсіпкерлер осылай ағашпен сыртын қалқалап қойыпты. Ал полицейлер лаңкестерді жаппай ұстауда. Алматыда соңғы тәулікте 1700-ге жуық адам құрықталған. Өткен тәуліктің өзінде қаламызда 14 қылмыс тіркеліп, олардың барлығының ізі суымай ашылыпты. Осы уақытта 1678 күдікті ұсталды. Заңсыз айналымнан 36 бірлік қаруы және 1476 оқ дәрі тәркіленді. Алматының шетінде орналасқан 5 блок бекетте 38 адам ұсталды. 102 пультына 881 хабарлама келіп түсті. Осы уақытта жасалған құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік едәуір қатаң болады. Алматы қаласының комендатурасының мәліметінше бір күннің өзінде жедел әрекет етуді сұрағандардан 136 шақырту түсіпті. Бүгін Алатау мен Медеу аудандары қаскөйлерден толық тазартылды. Жаппай тәртіпсіздікке қатысып ұсталғандар арасында бой жеткендер де бар. Алмалы ауданындағы үйлерді тексерген тәртіп сақшылары жалдамалы пәтерде жасырынып жатқан 21 және 27 жас аралығындағы 5 адамды тапқан. Оның екеуі қыз бала. Сақшылар пәтерді тінту барысында қаладағы дүкендерді тонау кезінде алынған бірнеше тұрмыстық техника, компьютер, ноутбук пен түйнектеліп оралған есірткі затын тәркіледі. Тіпті күдіктілер қолды қылған әскери құрал жабдықтар да табылды. Нұртілеу Жылқышыбай, Фарид Якупов, КТК, Алматы.